Басында қарағайдай мүйізі бар дәу, ортаға шығып күресетін кісі сұрайды. Оған ешкім шықпайды. Сонда ендеше бас палуанның бәйгесін алдыма әкеп байлаңдар, мен күреспей алам деп гүрілдейді мүйізді дәу. Қой, ол болмайды. Жалпақ елден күресетін кісі шықпаушы ма еді, шығады, сабыр ет дейді алатқа мінген ақсақалды қарт. Сол кезде әже, мен күресейін деді Мұқан. Сен Қабанкөлге барғанда белдескен ұлы палуан сені өкіл балам деп еді ғой. Енді сол атаңның рұқсатынсыз ешкіммен күреспе. Сен албырттығыңды қой, сол атаңнан үйрен деп қатты айқайлап жіберді әжесі. Сол айқай өзін ұйқыдан оятып жіберді. Көзін ашып тұра келсе, күн шығып жұмысшылар жұмысына кетіп жатыр екен. Көңілі біртүрлі жадырап қалыпты. Ойланып отырды да, адамның өңінде ойлағаны түсінде біртүрлі болып көрінеді екен ғой деді. Күрескен тыққан Мұқан Добрый Рабыйдың селосына іздеп барып қартпен сәлемдесті. Оның қызы мен баласы алыстан өз туғандары келгендей қуанысты. Қартқа жақындап отырған Мұқан қалаға цирк келгенін, оның палуандарымен күрескісі келетінін айтты. Оның көбісіне қарт түсінбей басын изей отырып тыңдады. Анық түнгені оқуға баланың баратыны анық болып, дядя Иванға ұзақ отырып хат жазғызып берді. Мұқан осы қағазға менің күреске түсуіме ризалығында жазды деп ұғынып, өте қуанышпен ертеңіне түнделетіп Қазанға қайта келіп, баспаханадағы өзі жататын бөлмеге қонып шықты. Ертемен жанындағы жолдастары жиналып: «Малай, сен қайда кеттің? Сені қашып кетті деген лақап тарап, біздің қашпат дегенімізге мырзалар сенбей жатыр. Кім оны шығарып жүрген? Сен кеткен күні Қамалбайдың күймесі сені 2 рет іздеп келді. Байлар өзара кеңесіп, көптеген бәйге тігіп, сен цирктің палуандарымен күрестірмек болса керек. Сенің қайда кеткенің белгісіз болған соң қашып кетті деп өсек таратқан солар көрінеді. Тымғатағай қайда? Ол байдың жіберген кісілеріне, біз оны оқытпай ешкіммен күрестірмейміз. Байлар бәйгеге деген ақшасын қартаға салып ойнай тұрсын әзірге деді. Өзі кешеден бері Қазан қаласының түкпір-түкпірін қоймай сен іздеп жүрген болар, 2 күннен бері жоқ. Самғат кешке кейін келмеді. Цирктің басталатын мезгілінде өзімен үйірсектеніп жүрген 4-5 жігітімен Мұқан келді. Бұл күндерде цирктің табысы үшін ермек күрестен жұрт мезі болып келуді сиреткен еді. Бүгін орынның көбі бос. Ақырға шыққан тарыдай шашыранды сирек адамдар әр жерге келіп отырыпты. Сұйылған көрушілерді қайта жинауға цирк басқарушылары да бір жаңалық табуды көздеген кезеді. Ойынның көбін теріс қарап өткізген Мұқан палуандар ортаға шығып, байырғы ермек алыс жұлыстарын бастады. Бұған іші пысып, зығырданы қайнап отырған Мұқан Сұмғатпен ақылдаспай күреспесін деген ұмытты да орнынан атып тұрып, ойын басқарушының қасына барды. Ойын басқарушы Сафронов анда-санда көзі шалып жүрген алып пұлға қасына барған соң бас аяғына көз жүгіртті де, күрестің бір кезегі аяқталғанша оны алдыңғы орындықтың біріне отырғызып қойды. «Кәне, не айтпақшысың?» деді. 20 минут алысып, жығы салмай алқынған 2 палуанын демалуға отырғызған басқарушы мұның қасына келіп: «Мына палуандармен маған күресуге бола ма?» «Охо! Бізбен күресетін мықты келіп қалыпты» деп, ентігін әлі баспаған 2 палуан елең етіп орындарынан тұрып, бастықпен сөйлесіп отырған Мұқанның қасына келді. Сендер даурықпа дегендей бастық қолын палуандарға қарай сілтеп қойды да күрескісі келген жігіттің жайын сұрай берді. «Жасың қаншада?» Мұқан түйткілденіп түрмеліп тұрды да: «30-ға жақындап қалсам керек» деді. Онысы шын жасын айтса, күреске қатыстырмай тастайма деген қауіп еді. «Ой, сен 20-ға жетсең де жарар еді» деді басқарушы. Бет бейнесінен балалықтың ізі әлі кетпеген Мұқанға тесіле қарап. «Ол менімен жасты, 19-да» деді Мұқанға еріп келген бала. «Иә, мен ал жаспасам керек. Сен жасыңды неге жасырасың?» «Мен жасырғам жоқ. Жасты үлкейтіп айтқан жақсы дейтін әжем. Жасым 20-дан асып кетті, анау әшейін айтып отыр. Күрестірсең болғаны. Сонымен тәжікелесіп тұрудың қанша керегі бар? Күрескісі келсе бері жібер, қазір-ақ күлге аунатқан күшікті етіп жіберейін» деді палуанның бір күле сөйлеп. «Сен лепірме, күлге кімнің аунағанын кейін көрерміз» деп бастық палуанға қабағын түйе бір қарап: «Сен қазандықпысың?» деді Мұқанға. «Жоқ, Ақмоладан келдім». «Қырғыз?» «Иә, ендеше білдім. Орныңа барып отыр, ойын біткен соң сөйлесейік».
Келесі күнгі цирктің жарнамасы керемет қызық болып шықты. Тапта тұрған 8 палуанның қарсысында жұпыны киімді бір бала тұр. Басында жиекті шеғалпақ, белінде жуан, арқаннан белбеуі бар. Көшпелі цирктің 8 палуаны мен қазақша белдесіп күресетін жас палуан Батрак Акмолинский деп жазылған. Бұл хабар цирктің қайта қағылған дабылындай болды. Озаң басы бос тұрған орындықтар халыққа толды. Баспаханада басылып бір данасы ілул тұрған жарнаманы көріп Сұмғат қатты ренжіді. Оған добрый рабый, сіздерден менің тілегім, баланы өз орталарыңнан шығарма. Егер байлардың қолына түссе, бұған қабаған итім деп қарайды. Олар бірімен бірі бақталас. Тауды үшінде, жер үшінде, жүйрік ат, жақсы шаны үшінде, әшекейлі үй, думанды бал үшінде қырқыспай жүрмейді. Бұл олардың қолына түссе, есуастандырып, мас боп қалғанша ішкізіп, бақас тасқандарын ұрғызып өшін алады. Жазатайым бір оқыс жаманшылық болғанда бұған жәрдемдесетін кісі табылмайды. Бұл менің бір кезде басымнан өткізген жағдайым. Цирк қазанда болмай тұрмайды. Оның күресіне оқуынан өтпей бұл қызығушы болмасын. Өйткені жас күші болғанымен ой толған жоқ. Албырт күш әр уақытта апатқа келіктіреді. Цирк айналасына топтанған кісілер өз күшіне сеніп, өзімдегі біреуден жығылмаймын деп күресті кәсіп еткендер. Олар сол кәсіпті үйірлесіп, біріне бір ұстаз болып, бірін бірі сүйеп өсіргендер. Сондықтан бірін бірі әр уақытта да сүйейді. Олардың біреуін жығу, сол топты өзіне қас қылып алу болады. Бұл жағдайда мен басымнан өткіздім. Кейін кезде олар тілек етсе де мен бармайтын болдым. Бала алдымен үйретуші тауып, үйрене жүріп, жан ашитын дос таппай күресудің керегі жоқ. Петроградта дядя Иван деген палуандардың ұстазы болып отырған кісі бар. Соған осы баланы жеткіземін десеңдер, бір үйдің жанындай бірлігі бар жұмысшылар сіздердің қолдарыңыздан келеді. Ол мені талай рет шақырып, талай мейірімді хаттар жазған кісі еді. Сол кісі бауырынан балапан қып өргізуге аңсаған адамның бірі осы бала деген. Туғандары тұратын ауылға барып, кеш қайтқан Сұмғат асыға жүгіріп циркке келді. Цирк лық толған адам, орынсыз жүздеген адамға билет сатылып, кісінің көптігінен цирктің ішіне бас сұғуға болмайды. Қолына жарнаманың бірін шершықтап ұстай цирктің өз адамдары кіретін жағына келді. Олардың арасынан әлдеқалай бір таныс адам тауып, Батрак палуанның ағасы болып цирктің ішіне кірді. Алдыңғы ложаларға қатын баласымен келіп орналасқан қазанның байлары мен саудагерлері бар еді. Олардың даурыққан үлкен шуының үстінен келіп шықты. Палуандар өздері кіретін есіктің алдында күрес алаңына қарай бірін-бірі иықтай мойындарын созып қарап тұр. Ысқырық үсті-үстіне шалынып, орындарынан тұрып кеткен жұртты тыныштандыра алмай ойын басқарушы жүр. Цирктің қатарындағы палуанның бірі Семен әлдегімді балағаттап, беліне байлаған қайысты шешіп лақтырып жіберді. Алаңда айнала қоршаған ертек-ертенің ішінде үні цирктің жұмысшылары киетін кенеп шапан киіп, беліне мақтадан ескен жуан арқаннан белбеу байлаған мұқан отыр. Ертерек алаңға жеткісі келген Сұмғатта есік алдына тұрып алған палуандар төбесінен күрке тауықтай одырая қарап, бадырайған саусақтарымен кеудесіне қағып жібермей қойды. Цирк ішіндегі көп шу басылған кезде алдыңғы ложаның бірінде отырған Камалбай шалқая қарап, «Сафронов әпендім, сіз бұл Батрак палуанмен жасасқан шартты көрсетсеңіз» деді. «Қандай шарт мырза?» «Күреске түскен Батрак цирктің ақылды қызметшісі болмаған соң төлейтін еңбек ақысы көрсетілген шарты болуы керек. Өйтетін біз тілек етіп шақырғанымыз жоқ. Өзі келіп күреске түсемін деп ұсыныс жасады. Біз тек қызық үшін сол тілегін қабыл еттік. Өзімізше ойлағанымыз ол палуандармен түгел күреспекші. Жықса оған 25 сом. Жығыса алмай мерзімді уақытын өткізсе 10 сом. Жығылса ештеңе берілмейді. 30 төлеуі 25 сом, 10 сом. Ойын түгел аяқталған соң төленеді. Охо! Ойыңыз ұзақтан орала алмаған екен. Ол біздің кісілер асыраған қозы. Сен циркіңе кіргізіп, қан теспей сорғың келіпті. Мен сандығы толған кассаңа салатын құлыпта табамын. Міне, көрушінің бірі мен. Егер малай күреспесе, циркіңнің шаң басқан ложасына 10 сом төлеп отырмаған болар едім. Солай ма туғандар деп айнала қарады. Солай. Әдей сол үшін ғана келдік деген дауыстар көте қалды. Әне, басқарушы әпендім, олай болса,
Біздің батырақ жыққан үшін 100 сом алуға тиіс. Қазір маған беріп қой сол 100 сомды. Әзіліңді кейін айтарсың мырза. Бұл тер жинаған қоймаңыз емес, цирк. Қамалбайдың бетіне ашуғаны үйіріліп, орнынан атып тұрды. Палуандардың нық басқан зілдей аяқтары қозғала бастағанда Сымғат керегеден кірген мысықтай сүңги атып алаңға шықты. Келе Мұқанды қолынан ұстап басқарушының қасына келді. Гүрілдеген көпшілікке қарай алақан жайып, сабыр деп қысқа ғана үн қатты. Цирктің алдыңғы қатарларында аздап толастау болса да, кейінгі жақтағы бірінің иығынан бірі қараған жастар шуылын қоймады. Енді екінші палуан шықсын. Батырақ Акмолинскийдің бүгінгі күресі бітті осымен, енді басқа палуандар күреседі. Сымғаттың араласқанына жиіркенгендей, Камалбай теріс қарай өзінің ложасына отырып еді. Сымғат басқарушыға келіп: Сафронов мырза, сіздің циркіңіз көпшілік үшін, біздер үшін көңіл көтеретін орнымыз екенінде дау жоқ. Кейде сіздерді көруді аңсап, әлеумет атынан шақыртып та отырмыз. Сіздер келіп те тұрасыздар, оларыңызға рахмет. Бірақ естияр біреумен сөйлесіп алмай, баланы күреске қатыстырғаныңыз жарамағаныз. Сіз оны салдарлы палуан сияқты көпшілікке жариялап та қойыпсыз. Міне жарнамаңыз деп қолына шиыршықтап ұстаған қағазды жазып жіберді. Енді не айтпақсыз деп басқарушы ыңғайсызданғандай болды. Сіз мына көпшілікке хабарлаңыз. Бұл бала енді күреспейді. Мұның күресіне әкесі рұқсат етпейді деңіз. Мұның әкесі қайда? Әкесі көп. Ауылында да бар, осында да бар. Славянка селосында үлкен әкесі бар, бір әкесі мен. Камалбай орнынан қарғып тұрды. Міне, есекті міне білмеген, отыннан қалдырат деген осы. Басың дүние есебіне жетпеген соң жіберген күймеге бұл баланы салып жіберуін керек еді. Ете білген кісіге мұның әр күні сендей қорғасын ұясын шұқылағандардың жүзінің тапқанын табады. Ей, кепкен бас, нестерінде білмейді әкесімін. Ақмоладағы қой баққан бір қазақ қатыны қазандағы қарып беруші татар үшін бала тапқан енді. Господин Камал, сіздің тіліңіз кәдімгі адам тілі. Сіздің қаттап буған терлеріңіздің арасынан шығып тұрған тиынның құйрығы емес бұл бала. Сіз мінуін білетін есек үйіңізде көп болуы мүмкін. Біздің баспаханада есек жоқ. Әрбір екі аяғымыз жер басқан адамға адамдық мейірім бар кісі әке болуға қақысы бар деп ойлаймын. Бұл сіз міне білген есектерден емес. Қалайда бұл малай сізге есек бола алмайды деп Мұқанды ертіп Сымғат цирктің жұмыс бөлмесіне кіріп кетті. Мұқан, бұлғай балалығың, ешкімге ақылдаспай өз бетіңмен келіп, күреске түсу кеткенің не қылғаның? Өзің әке деп санаған добрый рабый мұның естісе қатты ренжиді. Ол тапсырып кеткен маған өкпелейді. Сымғат ағай, ол саған өкпелемейді. Мен алдыңғы күні оған барып күреске түсетінімді айтып рұқсатын алып келдім. Сені жоғалтып, Қазанның көшесін ақтарып жүргенде сонда кеткен екенсің ғой. Рұқсатты қалай сұрадың? Өзімнің білетін тіліммен орысша айттым. Мен орыстың божба дегенін ұмытып қалып, поступай күрес дедім. Ол күреске түссең жақсы деп қуанып кетті. Рұқсатты сөзбен емес тіпті қағазға жазып берді. Қағаз қане үйде. Алайда қартты қатырған екенсің балай. Ол оқуға түседі деп қуанған. Сен қарағымның әкесі оқымайды хан болған дегеннің кебін келтіріп күреске түсе бермексің. Мұқанның Қазанға қалай келгенін, добрый рабымен қалай танысқан, қарт палуанның бала туралы айтқан толық түсінген цирк бастығы ойланып қалды. Оның жазып берген қағазын оқып, көзінен жас аққанша күлісіп келісімге келді. Ойынның аяғында көпшілікке Батырақ Акмолинскийдің күресі туралы ертеңгі жаңа жарнамада хабарланады деді. Келесі күн цирк басшылары Сымғатпен кеңесе келіп, көпшіліктің назарын аударып, келушілерді ерекше көбейтіп отырған күресті қалайда дамытудың жолын іздеді. Халыққа өтірікші болмау жағын ойлап, ақылдасу үшін ертеңіне қарт палуанға күйме жіберіп шақыртып алды. Хабарландыруға Қазандағы көшпелі цирк мұндағы жұмысын аяқтар алдында өзінің көрушілеріне заманымыздың жас палуандарының атасы добрый рабыйды көрсетуді жөн деп тапты. Оның рұқсатынан кейін сіздерге уәде еткен Батырақ Акмолинский қазақша 5 палуанмен, французша 2 палуанмен күреседі. Соның дайындығы үшін циркте Акмолинскийге 2 күн француз күрестерінің әдісі үйретіледі деп жазды. Бұл хабар қала халқын цирк кассасына еріксіз ағылта түсті. Цирк басшылары көпшілікке берген уәдесін орындады. Жойқын күшті жас баланы көрген цирк
басқарушысы өз тарапынан дядя Иванға хатта жазды. Ұлы Петрдің қаласында. Тұманда язда бозғырау басқан есікті татарша орама жағасы бар мақталы ұзын шапан киген екеу келіп қоңырау етігін басып тұрды. Сізге кім керек деді іштегі жіңішке әйел даусы. Дядя Иван Лебедев мырзаға кіретін едік деді сыртта тұрғандар. Сабыр етіңіз, рұқсатын алайын деп тағы бір есікті шырылдатып, әйелдің әрі кеткен дыбысы естілді. Әлден уақытта есік ашылып, кіріңіздер дегендей басын изеді орта жастағы әйел. Екі кісі әйелгеріп, қабырғасына айнала сурет салған кең бөлмеде жеке отырған кісіге келді. Қыстыгүні жалаңаш денесіне жадағай ала шапан киген кісі келген екеуді орнынан тұрып есік алдынан қарсы алды. Оның ұсқыны да, мінезі де, сөйлеген сөзі де келушілерге бұрын кездескен адамдарынан әлдеқайда өзгеше көрінді. Ол тіл қатпастан бұлардың қолдарын сыға ұстап, ақпен тыстаған креслоларға отырғызды. Қайдан келдіңіздер деді жуан саусақтары қолымен қарын қапсыра құшақтап тұрып. Қазан қаласынан келіп едік мырза деп жауап қайтарды асығыс сөйлейтін аласа бойлы қара кісі. Тауда қылып жүрмісіңдер деді басын кекшите. Жоқ мырза, біз ол кәсіптің адамы емеспіз. Енді неге келдіңдер? Сіздің оқуыңызға бала келдім. Охо! Қазандағылар мұндай оқуға кіре беруді қашаннан бері ойланып жүр. Қандай сүйкімді сөз естіп отырмын деп ол орнынан тұрып отырған екі қонағының алдына қарай жайлап басты. Қазандағылардың ойлайтын ой көп екенін өмірдің өзі көрсетіп келеді. Біздің Петр қаласынан оқитынымыз көп. Мейіріміңізден үлес алсақ, әзірге бірін әкеліп отырмыз. Мен тағы қуантқаныңды қарашы. Татар ма ұлтығым? Мейірімді Петр қаласы осындай сұрауды бермес екен деп Құдайдан күнде тілейміз, дядя Иван әфәндім. Бұл кімде болса, сіздің мектептің маңдайына туған адам. Еділдегі добрый рабый деген қарт балуанды білесіз бе? Бұл соның жіберген кісі. Оны неге білмеймін? Иван Васильевичті айтасыз ба? Мен оны білем. Неше рет хат жазып келтіре алмаған кісім ғой. Ол нағып мұнда кісі жіберетін болды. Бұл орыс па? Бұл орыс демес, татар демес, қазақ. Солай болса, добрыймен қандай байланысы бар мұның? Қандай байланысы барын сізге жазған хатында айтқан болар. Алдымен сіз мынаны оқыңыз деп, аласа бойлы татар қойынан сия қарындашпен ірі жәндіктің сүйегіндей ірі әріппен сойлыйта жазған хатты қолына берді. Ұлы дәрежелі дядя Иван Лебедев мырза, қанша хат арқылы шақырғаныңызға бара алмағаным үшін кешірім сұраймын. Сіз шын жүрегіңізбен хат жазған едіңіз, бара алмадым. Себебі бұл күнде қаржысыз адам қанаты жоқ құс сияқты емес пе? Ол қайда бармақ? Екі қанаты жоқ түгіл, бір қанатына оқ тиген құста жорғалап мекенінен шыға алмайды. Мен де сондай-ақ туып өскен Еділ бойының тоғайынан шыға алмай қалдым. Болмаса, бәріңіздің өрбіген бесігіңіздей Москва мен Ұлы Петрдің қаласын бір көріп қайтудың өзі әр адамның арманы емес пе? Сондықтан менің міндетімді орындайтын бір баланы көп жылдан бері арман етуші едім. Сіз маған жазған бір хатыңызда балаңды жібер деген екенсіз. Мен баласыз емеспін. Тәңірдің берген екі қыз бір ұлы бар еді, бірақ әкеге тартып, ұл шешеге тартып қыз туа бере ме? Ұлым етікші, қыздарым егінші болып кетті. Бір қап картөпті шөніп көтеретін баламды сізге несіне жіберейін? Ол менен туғанымен етікшінің баласы болды. Сондықтан өзім сияқты жолымды ұстайтын бір бала тауып алу арман болып еді. Ол тілеуімді Тәңір берді. Мына бір қазақтың баласын жіберіп отырмын. Мүмкін қадарынша тілегімді қабыл етіп, мектебіңізге алуыңызды сұраймын. Құрметті дядя Иван, замана адамды да ала-құлаға бөліп, сиырдың бүйрегіндей бөлшектеп, ұлтыңым дейтін әдет шығарды. Осының қанша пайдасы барына көп халық түсінбейді. Мен де түсінбеймін. Мүмкін сіз көзіңіз ашық адам болғандықтан түсінетін шығарсыз. Сондықтан бұл күн орыс пен қазақтың қандай байланысы бар дерсіз. Меніңше, ақыл мен күштің атасы жоқ. Екеуі де елдің сыбағасы. Баланың күшіменен гөрі басым жатыр. Мұндай жасымда менің күшім бұл мөлшерде болған жоқ еді. Көп жылдар бойы ауыр жүк көтерумен, талай күштімін деген кісімен, азулы аңдармен күресе келе, кейде жығылып, кейде жығып жүріп, добрый рабый қосымша атым шығып еді. Менің белімді ұстаған оның жап-жас қолы 34 жыл ұстасқан қолдың бәрінен де салмақты тиді. Сондықтан мен адам баласына атыңым демейтін ұлы Россияның алып туған күші деп түсіндім. Сондықтан
Қортылмаған құрышты сіздің мектепке жіберіп отырмын. Әлбетте қартайғанда сіздің алдыңызға барған осы тілегім орындалар деген үмітім күшті деп жазыпты. Мұқанның алғашқы күреске алған батасы да осы хатта. Қарт палуанның хатын креслода шалқай отырып оқыған кісі жалпақ қағазды бетіне ұстап біраз ойланып отырды да орнынан балаша секіріп тұрды. Есікке таяу креслода отырған Мұқанға келіп, шабынған арыстандай шап беріп, ауыр денесінің салмағын сала екі иығынан басты. Оның не ойлағанына түсінбей, қаперсіз отырған жігіт мұнысы несі дегендей орнынан атып тұрды. Ауыр креслоның арқалығы дядиванның қарны мен Мұқанның жауырынның арасына қыстырылып, арқалаған шөптей қопаң ете қалды да темірдей білегінің тегеурінін сала қайта отырғызбақ болған кісі екпінімен иығынан асып алдына түсті. 2 пұттық емен креслоның салмағы мен 9 пұттық дядиванның дүмпуі үйдің еденін бір солқ еткізді. Иығын нығырақ қозғаған Мұқан асылған кісі аунап кеткен шығар деп еді, ол жүктен секірген мысықтай адым жер алдына барып дікіте қалды. Ей, мұншат тулағаның не? Өзің үркек екенсің ғой. Өзіңіздікі не? Жай отырған кісінің иығына мысықша секіріп, мектепке түсетін кісіден емтихан алу керек. Ол не дегенің, емтиханың не? Күшіңді байқау. Күш байқаған кісі тышқан аулаған мысықтай үндемей келіп бас салам екен. Беліңе қайыс байлады, алдыма кел. Күшті сонан соң байқайсың. Оның болбыратып қазақша араластырып жуан дауыспен айтқан сөздерін қазандық татар жайлап түсіндірді. Дядиван балаша сақылдап күліп өзінің қызмет столына отырып, трубкасын толтыра салып темекісін тартты. Мұның мектепке төлейтін ақшасын кім береді? Қанша төлеу керек еді, мырза? Жылына 150 сом. Мұның өзінен басқа креслоға қосып сізді көтерген күшінен басқа еш нәрсесі жоқ. Келу қаражатын, біразға жететін тамағына деген ақшаны Қазандағы Каримов мырзаның типографиясының жұмысшылары жинап беріп еді. Мектепке де деп аздап ақша берген, бірақ өзіңіз көріп отырсыз. Бұған мендей 8 кісінің тамағы керек. Оның 150 сомын сізге берсе өзі аш қалады. Сондықтан бұған төлеу пұлын арзандатсаңыз қайтеді. Дядиван аузындағы трубкасын жұлып алып, жерге бір түкіріп беріп, татарға майлы көзін қыса қарады. Сен Қазанның базарында шабата саудалап отырсың ба? Бұл мектепке қазына көк тиын бермейді. Осыған қызмет істейтін ондаған адамға мен топырақ берем ба? 1 жылдық ақшасын төлеуге тиісті, онсыз болмайды. Жарайды, мырза, жарайды. Ертең ақшасын алып келейін. Ақшасы болса, өзің келмесең де болады. Мұны мен мектепке алам. Мұның бір аты Батрак Акмолинский. Сымғат Мұқанды жатқан үйіне апарып ұзақ сөйлесті. Жатқан үйі Яушев деген байдың Петроградтан алатын ұсақ түйек заттарын дайындап отыратын бір саудагердің үйі еді. Қазандағы дүкеншінің хатын ала келіп, сонда тоқтап қалды. Егер көбірек жататын болсақ, бір орын тауып алармыз деп еді. Енді Сымғат бөгелмей қайтатын болған соң Мұқанға біраз кеңесін айтты. Малай, мүмкіншілігің болса, сол мектептің жатақханасына орналас. Саған әр уақытта орыстармен бірге болғаның жақсы. Олардың көбі қулық, арамдық дегенді білмейді. Ол бір жағы, ал екінші жағынан олардың жақсы әдетін үйрену өте керек. Жатақханада жату азғана қаржының үнемді болуына да жақсы. Қандай білім алсаң да орыс тілінде аласың. Ол тілде солармен бірге жатсаң, тез үйренесің. Орыстың тілі арқылы тіпті шетелдің кісілермен сөйлесесің. Осы мектепті аман есен бітірсең, осы күшің бойыңда тұрса, сен жер жүзін аралауың анық. Жер жүзіндегі елдердің палуанымен кездесуің де мүмкін. Сонда олармен орыс тілінде сөйлесетін боласың. Бұл үйде көп жатушы болма. Мұсылманның үйі қайта тәуір болмай ма? Мына бір кемпір мұсылман екен, айбат мала екен, шаймала екен деп іші бауырыма кіріп тұрады. Осында жата берсем не болады? Сен малай мұсылман кәпір дегенге құлақ салушы болма. Мұсылмандықта таратып отырған өзің Қазанда көрген қазірет, оған мешіт соғып берген байлар, айтқан сөзі, оқыған дұғасы сол байлардың малын көбейту жайында. Ал мына кемпірдің мұсылманында ақша, сені оқығалы келді деген соң, ақшасы көп қазақтың байларының баласы екен деп отыр ғой олмыстан. Ақшаң таусылса сені мұсылман демейді. Ертеңнен бастап бұл үйге келуші болма. Мұның бір жаман жері, мен кеткен соң қолыңдағы ақшаны қысылып қалдым деп қажетке алады да бір ай өткен соң пәтер пұлың, тамағың деп өзіңді үйінен қуып береді.
Sen бұл кемпірдің аузы күбірлеп не айтатынына үнесің бе? Алла, Алла демей ме? Еш уақытта Алла демейді. 60 тиын 6 сом, 60 тиын 6 сом дейді. Мен Қазанның татарымын ғой, мен бұлардың тілін жақсы білемін. Ой, тоба, я? Мен асты дегенді Аллалап екен десем, 60 тиын дейді екен ау. Мен ондайды Қазанда да естім, олар осындай 60 тиын деп айтушы ма еді? Әрине, бәріне Қазірет үйреткен. Бұлардың Алла дегені, ақша дегені, астафырулла дегені, 6 сом 60 тиын дегені, Алла акбар дегені, ала бер дегені, енді жуышы болма деп, қағаз қорап ішкі бешпентіне тігіп алған ақшаны Мұқанға санап берді. Ол 525 сом ақша еді. Соны беріп отырып, малай, бұл жер сенің қазағыңның даласы емес. Тойғанша жей беретін қойдың еті даз. Тартып ішсең тай қалады, қойып ішсең қой қалады, қоймай ішсең не қалады деген. Тартып ішіп, тарықпайтыныңды ойла. Мен келер жыл тағы бір келіп қаржы әкеп беремін деді Сымғат. Ертеңіне дәді Иванның мектебіне шейін шығарып салып, Сымғат Қазанға қайтып кетті. Мұқан дәді Иванның кеңсесіне кіріп, 150 сом ақшаны төлеген соң мектеп басқарушы оны ертіп үлкен бір үйге кіргізді. Үйдің ішіндегі ертегіде қаптауының дүйілар сияқты толып жатқан жалаңаш дәулер неше алуан керемет істеп жатыр екен. Мұқан аузын ашып сілейіп тұрды да қалды. Дәді Иван да жақындап барып тоқтады. Үй зәулім биік, 200 өгізге қора болғандай кең сарай екен. Мұқан айнала бір қарап алды. Онда ағаштан істеп бұлғарымен қаптаған ат та тұр. Салбыраған жуан арқан да тұр. Аспанға асып қойған үлкен темір шығыршықтар да тұр. 2 пұттық балға тұр. Асылып текіретін шарбақ темір да тұр. Қатарлап тізген тастай тақтай үстіне қойған кірдің тастары да тұр. Сүймен болғандай жұмыр темірлер, ұзын рельстер жатыр. Таудан опырып алған сандықтай кесек тастар жатыр. Жуан жұмыр темірге киізген шойын дөңгелектер жатыр. Орталықта үлкен кілем жаюлы, 8 ғана түйді үстіне түккендей дөңгелек қалың тақтай тұр. 2 жалаңаш дәу кілемнің үстінде қара терге малынысып аюдай арпалысып жатыр. Бірін-бір алып ұратта арыстандай басталады. Жатқан дәу аунапты атып тұрып, басқан дәуді жуан білекпен жауырыннан сылқ еткізіп періп бергенде аңқет бет-бетінен түсіп жатыр. Бір бүйірдегі үлкен есік ашылып, ұзын рельске 20 адамды мінгізіп арқалаған біреу кіріп келіп, үйдің ішін бір айналып, адамдарды түсіріп рельсті жапсарға апарып атып жіберді. Жалаңаш дәулердің бәрі де сол дәуге қарап баржыған алақандарын томп-томп соқты. Аузына ысқырық тістеген біреу барып, оның қолын ұстады. Жарайсың, дубный деп, дәді Иван да қасына барды. Ол үндемей басын изеп, шетке шықты да 18 пұттық ауыр рельспен 20 адам басып қызартқан жауырын ақ сүлгімен ысып жіберді. Алысып жатқан 2 дәу жең салмай айырылып, олар да дәді Иванның қасына барды. Нендей ауырда арқалағанын кім білсін, соның ішінде жүрген кісінің терлемегені жоқ. Бәрі де суға малшынған қайыстай балбырасып тұр. Жапсарда ілулі тұрған ақ орамалдарын алып, терлерін сүртіп, 3 аяқты емен отырғыштарға аюдай күжірейісіп айнала отырды. Директордың жәрдемшісі қырық деп жүрген кісі еді. Дәді Иванның қасына келіп, сол күні өткізілетін программасын баяндады. Оның сөзін тыңдап болып, мен сіздерге жаңа серік қосқалы келдім, соны көрсетейін. Мұңайтпасов, Азамат, бері кел деді. Көргендердің көңіліне орнықтыра алмай, бәрінде түсінде көрген елестей көріп, бұл үйдің ішін айнала қарап тұрған Мұқан оның даусын естімеді. Жуан тас бағанаға сүйене қарап, сонау бір шеттегі үстін жонған сандықтай 4 тас тиеп, жетегін қайыспен қосып байлап қаңтарып қойған арбаға қайран қалып тұра берді. Дәді Иван алдында тұрған бір палуанға, барып алып кел, ол мүмкін сендерден шошынып та тұрған шығар деді. Жіберген кісі барып күле сөйлеп, аманбысың Азамат, сені мырза шақырып жатыр деп, тығымдай ұстау әдетке айналған күшті қолымен оң білегінен құса ұстады. Арбадан әлі көзін айырмаған жігіт қысқан қолды сілкіп жіберді. Тепкішек таста тұрған палуан үй еденіне доптай ұшып тік түсті. Кешегі өзіне істегенін айтып, күшінің көптігін мақтап әңгіме қылып тұрған директор, әне, ойланы қағып жіберді деді. Онысы қалай? Өзі тентек бекен? Жоқ, түрі ондай ұқсамайды. Ол кең даланың асау жігіті. Өзі әлі бала, 19-ға бел шықты. Денесі бұрын қатты ұстауды көрмегендіктен тосырқағандық. Өзі Еділдегі Славян
Иван Васильевичпен күресіп көзге түсіпті. Оны жығып па, десіп тұрғандар таңырқай сұрасты. Әңгіме оның жығуында емес. Меніңше оны жығатын ешкім жоқ, бірақ көп палуандарды көре жүріп, бірін менің мектебіме ұсынбайтын қарт палуанның ықыласы осы балаға түсуінде. Оның маған жазған хаты көп ойға қалдырды. Оны кейін өздеріңе оқырмын. Күшінің жойқындығы туралы Киевтен барған цирктің меңгерушісі таңдана жазыпты. Оны өзінен сұрау керек екен. Оншалық әңгімелесуге әзір тілі жетпейді. Біраз тіл үйренген соң сұрай жатармыз. Әзірше бірінші ережесі бойынша сынақтан өткізейік деді директор. Барған палуан қасына қайта жақындамай, қолымен ұстап, дәді Иванды көрсетіп ертіп келді. Отырған палуандар орындарынан тұрып амандасты. Тек Дубный орнынан тұрмай, Мұқанның қолын қыса ұстап, қасындағы орындыққа тартып отырғызды. Оның қысқаны қатаңдау болса да сілкіп бермей, қол күшін сезбеген кісідей жанын отырды. Отырғандар өзара сөйлесіп, жеңіл сынақты қазір-ақ бастамақ болды. Тақтай үстінде 5 пұттық тастан 10 қадақтық тасқа шейін қатар тұрған тастарды көрсетіп. Осы тастардың қайсысын екі қолыңа екеуін ұстап көтере аласың деді директордың жәрдемшісі. Мен мұның бәрінде көтерілем. Сен бәрін көтеремді ғой. Оқушы алдымен 10 қадақтық 2 тасты көтеріп үйренеді. Жарты пұттық 2 тасты шына шағымен, 2 пұттық 2 тасты 2 қолмен көтеретін болып, мектеп бітірген палуандар жаман палуан болып табылмайды. Ал сен барда қадақты місе тұтпасаң, жарты пұттық 2 тасты көтер. Мұқан тас тұрған тақтайдың жанына барып, жағалай қарады. Бәріңді көлемі үлкен емес сияқты. Осының екеуін көтеруді оқу деп отырған палуандарды шамалы адамдар екен ғой деп ойлады. Сығырайған қысық көзін 1 пұттық тастан жоғары қарай салды да, парлақ қойған тастарды ұстап көрді. Алғашқы 2 пара әшейін-ақ зат сияқты көрінді. 3 пұттық 2 тасты әзірге осы жарар дегендей тақтайдан жеп-жеңіл жұлып алып, 2 жағына шелек ұстаған кісіше тұрғандардың алдына келді. Көтергенің осы ма? Енді қалай? Жоқ, бұлай көтеруге болмайды. Дубный, сен көтеріп көрсет мынаған. Ол тұрып тақтайға барды да, 2 пұттық тасты 2 қолына ұстап, білегін бүгіп жіберіп, лып еткізіп, оң қолымен көтерді. 2 тас 2 қолына сырға сияқты ілініп, 3 басты кістей болып та қалды. Сол бойымен тұрған адамдарды айналып шықты да жерге тастай берді. Міне осылай көтереді деді жәрдемші. Ондай кішкене тасты көтермейтін несі бар деп, Мұқан 2 пұттық тасты ұстай салып, бірін қолын бүктеп, тік жоғары көтерді де, екіншісін көтере алмай білегіне соғып алды. Таста, келмей жатып қирап құрыйсың деді дәді Иван. Ызаланған Мұқанның қара тері бұрқ ете қалып, мұны мен қалай көтере алмадым деп қамықты. Бұзауынан көтеріп үйренген жайгісі палуан көтере алмайтын атан өгізді көтереді. Ауырды көтеру үшін оның әдісін үйрену керек. 2 пұттық тасты Дубныйдай көтеру үшін бұл мектепте 2 жыл оқу керек. Әдіссіз көп күш, каналсыз далаға аққан қардың суы сияқты, не шөгеріп үйретілмеген түйе сияқты. Ондай түйелер не жүкті қиратады, не өзі қирайды деді мектеп басқарушысы. Дубныйдың серігі келді. Бұл да мектепке келгенде осындай асау еді. Үйрене келіп палуан болды. 2 жыл үйренсе, бұл да осындай болады деді жәрдемші. Оның сөзіне шала түсініп тұрған Мұқан, мен 2 тасты көтеру үшін 2 жыл жүрмеймін. Ертең тап осылай көтеріп берсем бола ма деп, алдында тұрған 4 пұттық 2 тасты жердің топайындай жұлып алып, тақтайға қарата атып берді. Мынау бір пері ғой өзі. Тастың тұтқасын сындырамысың? Орнына жайлап қою керек деп, күзетші шал баж ете қалды. Мұқан дәді Иван мектебіне осылай түсті. Бұл мектептің мақсаты орыс палуандарына французша күрестің әдісін үйрету болды. Тұмандауа сиреп, ашық күннің сәулесі жер бетіне тегіс түсіп, жердің буы бұрқырап, тамылжып көктемде жетті. Қыстай қысылып спорт сарайының ішіне сыймаған Мұқан алаңға шығып біраз сабағын сонда өткізетін болды. Келіншектің бетін кім ашса сол ыстық дегендей, Петербургте алғаш алдына барған дәді Иван өз ағасындай ыстық көрінді. Ол мектепке келген сайын өзінің туысын көргендей болып қалушы еді. Бірақ кейінгі кезде ол сирек келетін болды. Палуандар тас көтеру, темір бұрау, күрестің неше алуан түрі, кеуде қойып тас сындыру, рельске мінгізіп кісі көтеру, цемент істеп арба тарту,
шалқасынан жатып үстінен атарба жүргізу сияқтыларды үйренді. Осының бәрі қара күштің өктемдігімен орындалып жатты. Бірақ күш жамалы палуандар мұқан істей алмайтын біраз өнер көрсетеді. Олардың қолында үнемі кітап болды. Кей уақытта кітапқа қарап тұрып, жаңа бір ойын шығарды. Жайылып тұрған кітабына қанша қараса да мұқан түгіне түсіне алмады. Соған заланып оқығысы келіп, орысша әліппені сатып алып өзімен бірге жататын Семен деген палуанға: «Досым, осын маған үйретші» деді. Ол қуанып қарсы алды. Түннің көп уақытын өткізіп 5 әріп үйретті. Бірақ мұқан А деген әріптен басқасын түнде үйренсе де күндіз ұмытып қалып, біріне бірін шатастырып, дыбыстың таңбасын миына бір қондыра алмай-ақ қойды. Семен үйретпей қойман деп ақ соңына түсті. Мұқаннан сұрағанда А деп аузын бір ашады да, қалыңдарын үйреніп жүрген күресінің ба, ойын құралдарының ба атын айтып шатастырады. Ақырында: «Семен, сен мені әуірлемеші. Маған мынауың 100 пұт тас арқалағаннан ауыр. Тағы да кітаптың ішінде тышқанның суреті бар екен. Тегімен бұл кітапты оқып молда болмай-ақ қояйын» деп кітапты Семеннің төсегіне қарай лақтырып жіберді. Өз төсегіне жатып алып, өкінішті ойларға кетті. Жасымда неге оқымадым? Әкем құлақтан тартатын молдаға неге берді екен? Осындай мектепті қазақтар неге ашпайды екен? Адам баласы болған соң бір тілде неге сөйлемейді екен? Жасымнан орыстармен бірге өссем, тілді жақсы білер едім-ау. Неғып біздің ауыл осы қаланың қасында болмады екен? Оқуды өзге үйренгенде мен неге үйренбедім? Ой елесін қуа-қуа талып әзер ұйықтады. Ертесіне бір түрлі көңілсіз тұрды. Ойына әлдеқайдағы Сарытеректің даласы, әкесі, өзін бауырына басқан әжесі түсіп, ауылын аңсады. Бүгінгі өтетін сабақтар оның сүймейтін сабақ еді. Ағаштан қарғу, темірге асылу, жіпсатыға өрмелеу, физкультура сабақтары болатын. Соның бір сыпырасын ойнап, үйлестіре алмай қара тер болып отырғанда көптен көрмеген дәді Иван келді. Оның дәді Иванды көріп жылағысы келіп кетті. Сәлемін беріп қолын ұстап тұрып: «Аға, мені осы бәледен құтқаршы» деді. «Неден?» деп дәді Иван оның жәбірленіп тұрған бетіне қарады. «Мен күресіңнің бәрін үйренейін. Кімді жық десең, соны жығып берейін. Рельсіңді иейін. Шыбық темірді бұрап берейін. 50 пұт жүкті арбаңды тісіммен тартайын. 8 пұт кесек тасыңды кеудемде сындырайын». Ал осы бір баланың ойыны мені жүдетті. Бала сияқты ағашаттан секіртіп, әткеншек дардың арқандай шығыршықты салбыраған бәледен мені құтқаршы. Мен соны оқымай-ақ қояйыншы деді жыламсырап. Дәді Иван ежелеп сұрап түсінді де қарқылдап кеп күлді. «Мұның саған қанша қиындығы болды? Өзі бір жатқан ұсақ түйек екен. Талай рет қолымды ауыртып, аяғымды сындырып ала жаздадым». Дәді Иван оның бетіне тесіле қарап тұрып: «Жарайды. Бұлар істемей-ақ қой, бірақ тағаты біткенше байқап қарап тұр» деді. Хат танымайтын Мұқанға балуандық өнердің ең ауырларын үйренуге тура келді. Ең жеңіл дегені лом темірді мойнымен иіп 3 пұттық 2 тасты 2 қолмен жоғары көтеру еді. Ауырлары 12 пұттық рельске 25 адам мінгізіп иығымен көтеру, кеудесіне қойып 4 пұттық тасты балғамен ұрып уату. 2 ат жеккен арбаға қайыс божыны білегіне іліп тұрып тоқтату, кеудесіне тақтай қойып парат жеккен арбаны үстінен жүргізу, 50 пұт жүгі бар арбаны ісімен тарту. Оған қосымша французша күрестің алуан әдісін үйрену болды. Оның бәрін бірте-бірте үйреніп, 2 жыл ішінде шегіне жеткізу керек еді. Оған Мұқанның шыдамы жетпеді. Бойына біткен алып күшке жүктеп уақытпен санаспады. Күні-түні үйренетін залдан шықпай, қара терге малынып ауырды көтеріп үйрене берді. Қол аяғын жаралап, жосадай қанға батқан күндері көп болды. Барынтасын салып, үйреніп жатқан оқушының оқыс істеріне мектеп басқарушысы кешірім жасады. Албырт мінездері дәді Иванға өте ұнады. Тілеген уақытында нұсқау беріп, күрес өнерін үйретуді жетекші палуандарға тапсырды. «Мұна қарадау пәлені қайтем, мектеп залына тыныштық болмайтын болды. Ішіне кіретті, жинаул темірді тастарды көтереді, лақтырады. Өз-өзінен жұлынады да жатады. Жинаған орнына біреуін де қоймайды. Мезгілсіз аттарды қорадан алып шығып әурелейді.
Мен ол шашып кеткен ауыр бәлелерді қалай орнына қоймақпын? Уа мырзам, тегі бір құдайдың бәлесіне қалдым. Сарайдағы рельсті сұрап еді, мен рельс қойған бөлменің кілтін жоқ дедім. Қайда деді ол. Жоғалып қалды дедім мен. Неге жоғалтасың деп, шабынған бурадай үстіме кеп төнді. Тарпа бас салып езіп тастаймын екен деп үрейім ұшты. Бетіме сығырая қарап тұрды да, тәңірі жарылқап тимеді. Жынданып барып құлыпты жұлып тастады. Ішінен рельсті алып шығып, гир тастарын байлап көтеріп маған үстіне мін деп ақырды. Мен қорыққанынан міндім. Залдың ішінде олай-бұлай жүріп, мен түсіртті. Құдай жарылқап, қайтадан орнына апарып қойды. Онымен қоймады. Шалқасынан жатып, 2 пұттық бір тасты кеудесіне қойып маған ұр балғамен деді. Мен 1 пұттық балғаны қалай көтерем? Қашқаннан қашып сізге келіп отырмын. Бұл мейрам күнін білмейтін, демалысты білмейтін, не деген қарғыс атқан? Тілегім болсын сізден, мені осы жұмыстан босатыңыз. Мына Моңғолың мені бір күн өлтіреді деп жылады. Оған дядя Иван шек сілесі қатып күлді. Күліп болып, қазір қайда деді. Соның ішінде жинап қойған тас темірді шашып, жынның ойнағын салып жатыр. Дядя Иван күзетшіні ертіп мектеп залына келгенде, ерге малшынған мұқан заттарды орнына жинап, ерін шүбірекпен сүртіп тұр екен. Ерінбей еңбек істеп, өз өнерін үйреніп жатқан оқушыға дядя Иван сөз айтпады. Тек мұңайтпасып, мұның қалай? Мейрамда неге демалмайсың деді. Мұқан жалт қарап сәлемін беріп. Ағын су көлге құймай дамылдай ма мырзам? Мен сіздің мектепті бітірмей мейрамды қайтем. Жылда 150 сом төлейтін менің ақшам қайда? 2 жыл деп жүрем бе сол? Дубный биыл бітірем дейді. Мен сонан қалмай үйреніп шығам деді. Ентіге отырып, шаршаған кейіппен. Дядя Иван оның тершіген қоңыр жүзіне аса бір мейіріммен тесіле қарады. Дубный мұқанмен жасы қатар, кемеге жүк тиеуші болып жүрген жерінен айрықша күштілігімен көзге түсіп, шақыртып алынған жігіт еді. Ол тұрмысы да, мінезі де өзі сияқты, мұқанға достық көмегін аяусыз көрсетті. Бұрын Керіктерде біраз болып тәжірибе алған Дубный кесек күшті құрбыны өзіне серік етіп шығаруға ынтықты. Үйреніп жүрген өнерінің негізгі мақсатын сауатты, ақыл иесі Дубный даладан барған мұқанға түсіндіре берді. Келешекте Россия мемлекетінің күш тұлғасына өкіл болуға ешкімнің шегі жоқ. Дубныйдың мұқанға айрықша мейірімі түскеніне басқа палуандар таңғалады. Сен қазір Россияның дара туған палуанысың. Осы қазаққа қаншама уақытыңды бөліп әуреленесің. Сонда ол сендей палуан болып шығама десіп сұрайтын жұрт. Оған Дубныйдың түсі суы қалды. Маған дара туған күштісің деп көп кісі айтады, ол дұрыс емес. Менің жаратылысым үймейтін осындай дөрекі мақтаулар. Меніңше даралық әсіресе саналы адамға жараспайды. Мүмкін санасыз жаратылыстардан тау шоқысы жеке шыққан дене теңдесі жоқ. Ертегідегі алаңғасар алып сияқты дәулерге жарасатын да шығар. Ал ғалым, ақын, батыр, палуан сияқты адамдардың даралығы жараспайды. Олар халық алдында қызмет істеушілер. Егер таудың шыңы сияқты дара жаратылған болса, оның жанына жан жуымай, нендей сыры қасиеті барын адам ұқпаса, даралық қасиетін кім мадақтап, көпке кім жеткізбек? Тегі қасиетті зат, әсіресе адамдарға қасиет дара болмай жұп болғаны, жұпқан емес көп болғаны тілер едім. Адам адамнан үйренеді. Мен осы теңдес күш кездескелі үйреніп те жатырмын. Бұл күштің әсері менің талай саңылау қалған жерімді бітеді. Менің күшім оның да илеуін жеткізген болар. Бұл дара болмағанның пайдасы. Оның күші шегіне жете ашылған жоқ. Өз күшімен теңесіп, күрес әдісін түгел үйренген соң, мен онымен күреспеймін деді. Мұқан мектеп өмірінің алғашқы күндерінде Дубныйдың әрден ойлаған достық сырына түсіне алмай жүрді. Ешкімнен жығылмаймын деп сенген күші Дубныйдан кем жатқанына ызаланды. Дубныйды алып ұрып жерге түсірсе, ол сынаптай бұлт етіп астынан шығып кетеді де өзін бүктеп бас салады. Еркіне жібермей ауын атып жауырын жерге тигізеді. Бұл дұрыс шыққан жоқ деп дауласып та көріп тұрғандар. Дұрыс шықты, сен бұл күрестің әдісін әлі білмейсің деді. Ызаға булыққан Мұқан мектепті тастап та кеткісі келді. Онысы үйлеспей қашып кет деп айтады деген оймен басылды. Арманы Дубныйды бір жығу болып, күн-түні күрестің әдісін ойлайтын болды.
Қалған өмірімді осы мектепте өткізсем де осыны шықпай қоймаймын деген қорытынды жасады. Соңғы кезде Мұқанның балғын денесі болаттай шыңдалып, күші күннен күнге толыса түсіп еді. Дубныйдан жығылу да қиындап бара жатты. Ең кейінгі бір күресі сағаттан астам уақытқа созылып, жығыса алмай айырылысып кетті. Бұл мені жығады. Білмей жүрген бір әдісі бар еді, оны үйренді. Енді Иван біреу емес екеу. Бұл жаратылыста жеке болмасын деп, мен үшін арнап жаратқан серігім деді Дубный. Онда мұның аты Черный Иван болсын. Біз мұнан бұлай солай атайық десе серіктері. Арманына жақындағанын сезіп, Мұқан біраз сергендей болды. Ұлы Россияның қазақ палуаны мектепке түскеніне 5 ай толып, 6 айға аяқ басты. Тәжірибелі жұмысына дайындалуға мектеп дирекциясы бұйрық берді. Палуандар әр қалаға бөлініп тізім жасалды. 6 айдың аяғына таман мектеп сарайына көп адам жиналды. Бұрын келмейтін сағаттарының бау салбыраған жуан қарындар, шағаладай ақ киген шенді кісілер келді. Дәді Иван ойынды өзі басқарып оңаша бөлмеді. Палуандарды сапқа тұрғызып, бірінші орынға Дубныйды қойды, екінші етіп Мұқанды тұрғызды. Күрестің 24 палуаны Алпамсадай тізіліп спорт залына кірді. Мұқан мектепке түскенде жайылымдағы жылқыдай денесінің олпсы-олпсы көп еді. Оқудағы 6 ай жаратқан аттай сұлулап, сымға тартқан күмістей түзеп жіберді. Неше тартылып, арыстандай кең кеудесі керіліп, мойны жуандап, жауырны қақпақтай көзге түсіп, білектің бұлшық еттері теңіз бетінің бұйрат толқындай білемделіп тұратын болды. Кең шықырлы қара трусидің қырын көмкірі байлаған жалпақ қара жібек белбеу әбден жарасып кетті. Палуандарды келген кісілердің алдына қатар қойып, ұлы дәрежелі мырзалар, ханымдар, ұлы Россияның қара күштерінің алып бейнесі, біздің мектептің оқушылары Алпамсадай 24 жас палуанымыз спорт залынан тәжірибе жұмысына шыққалы отыр. Бірінші Дубный деді дәді Иван. Қолдар шарт-шұрт соғылды, палуан бір қадам ілгері шығып басын иді. Екінші Мұңайтпасов Мұқан. Мұны біздің оқушы палуандар Черный Иван деп атайды. Дене мөлшері, күш мөлшері тең болғандықтан жарасымды қойылған есім деп таласпадық. Қолдар соғыла бастап еді, сағатының бауы салбыраған жуан қарынды біреудің фамилиясы қалай деген даусынан үзіліп қалды. Мұңайтпасов деді дәді Иван қайталады. Қайылып деді сөйлеген кісі зілдене. Қазақ қайдан келіп қалған, кім жіберген? Самара палуаны Иван Васильевичтің жіберген кісі. Оның екінші орында тұруы қалай? Күш орны солай мырза. Ғажап екен деді, даусын бәсеңдете түсіп. Келген кісілер еркек, әйел болып, өздері әлденелер айтып сөйлесіп кетті. Мұқан қозғалмай орында тұра берді. Ортаға шықсын деген дауыс көбейді. Ортада тұрған дәді Иван қолымен ұстап Мұқанды шақырды. Кеудесін кере кердеңдей басып, палуан ортаға шықты. Әл толып жетпеген жас жігіттің денесі көпшілікті ұнады. Қол соғу ұзаққа созылып, бір жас қыз қолындағы гүлін Мұқанға келіп берді. Мұқан гүлді дәді Иванға ұстатты да өзі орны барып тұрды. Палуандарды түгел таныстырып болған соң ойындарын бастады. Бұл жолы Мұқанның үлесіне тигені рельс тию және 25 адам мінген арбаны 25 метр жерге тісімен тартып апару өнерін көрсету еді. Ол ойдағыдай орындалды. Алтын сағаттың бауын салбыратқан манағы жуан қарын 5 қаладағы цирктің қожасы еді. Ол ойынды көріп болып, Мұқанды алдына шақырып 25 сом сый берді. Мұнан бұлай көпшілікті айтатын атың Черный Иван болсын деді. Сондықтан Қажы Мұқан менің атым, көрмедім маған деген елдің жатын. Оқыған ұлы Петр қаласынан палуандық әлесімде алған атым. Сол күресте 3 палуанды жығып, Дубныймен жығыс алмай айырылды. Палуандарды тәжірибе жұмысын өткізетін Одесса қаласындағы мектепке аттандырды. Мұндағы сынақ қорытындысында Дубныйдан Мұқан үнемі жығылғанын қойып, жеңілгенін көрсетті. 1941 жылы үлкен емен ағаштың саясында өзінің өткізген өмірін ертекті етіп айта отырып, Дубный досын еске түсірген палуан. Ол менің бауырым еді, екеуміз көп жыл бірге жүріп, көп елді бірге араладық. Жан қисқан жолдас болдық. Мені палуандыққа шынықтырған ұстазым сол еді. Қайран досты Парижға барған сапардан кейін көре алмадым деп даусы қалтырап шығып еді.
Ол не дегеніңіз, қажеке? Ол сәл тірі ғой, барып көруіңізге болады дедім. Ол қазір қайда екен деп қуанып кетті. Украинада болу керек. Сұрастырсақ табуға болады ғой. Ой, қой. Сондай досты енді бір көріп, қолын ұстап, екі ауыз сөзін естіген қандай тамаша болар еді. Тұлғасы адам баласының сұлуы еді. Ондай күшті адам туа береді дейсің ба? Осы заманның Рүстем дастаны сол еді ғой. Россияның әр қаласынан келген 40 палуан ай жарым жатып күресті. Олардың алды Дубный, екіншісі Мұқан болып аяқталды. Сондағы іріктелген 4 палуанның бірі болып Мұқан Петроградқа қайтып келді. Петроградқа жиналған 40 палуанның 39-ын жығып, бірімен жығыс алмай кеткен Дубный бас бәйгемен үлкен күміс медаль, Мұқан 38-ін жығып, екеуімен жығыс алмай, екінші бәйгемен кіші күміс медаль тағып қайтты. Дядя Иван палуандарының табыспен қайтқан алғашқы адымына той жасады. 15 күн дем алғызып, отанға ұят келтірмейді деген 4 палуанды тәжірибе жұмысына Гамбургтегі мектепке жіберді. Онда барған соң өнерлерін көріп үйрене беріңдер. Күрестірген кезде сақа палуандарын жықпай, қайтып сендермен күреспейтінді етіп тығып тастай беріңдер. Ал мектепте оқып жүрген оқушылар мен шетелден келіп жүрген мақтанғандарын сауып жібермей доптай ұшыра беріңдер. Бұл күндегі немістерді билеп отырған серкесімақтары теріс тәрбиеленген бала мінезді келеді. Аз ғана табысы болса, кәнфет ұстаған сәбидей тасынып, қайтып қолынан шықпайтындай өңештері жыртылғанша айғайлайды. Аз да болса жеңіліс көрсе, өзінен қуат кеткендей қынжылып азапқа түседі. Палуандарын жығып, жәбірлемей-ақ өнерін үйреніп қайта берсеңдер де болады. Өздерің өте сақ болыңдар, деді дядя Иван. Оқушыларының жығылғанына жәбірленбей ме? Өзімшілдігі күштел ғой, тіпті шетелдіктерді кісі деп санамайды олар. Атақтылары сау болса, кішілерін өлтірсе де елең қылмайды. Сонда немістің үлкенін жығуға болмай ма, деді Мұқан. Өздері Россияның палуандарын жығып қайтамыз деп келеді әлі. Күшті сонда көрсетерсіңдер. Сен рельсиіп 70 футтық тасты тісіңмен тартатыныңды көрсетпей-ақ қой. Өздерінің ең күштісінің көтергеніндей-ақ ауырлықты көтер. Ал бәрің айтатыным, бейбастақтық біздің елдің салты емес. Россияның байырғы әдетін, салқын қанды сабырлығын ұстай біліңдер. Қызба мақтаншақтық әр уақытта ұятқа шақыртушы болады. Естеріңнен осыны шығармаңдар, деді тәрбиеші. Гамбургта 3 ай болып, Россия палуандары Петроградқа қайтарда циркте немістердің атақты палуандардың өнер көрсететін үлкен ойыны болды. Олардың программасында күрес жоқ. Тек күштерін көрсететін аюмен күресу, өгізбен сүзісу, атты қолына іліп екі жаққа тарту, сом темірді мойнына салып бейіп тастау сияқты еді. Фон Кеник екі қолына екі аттың тізгінін іліп, оларды екі жаққа айдағанда орнынан қозғалтпай тастайды. Қазір сол ойынын көрсетті дегенде немістер қайыл деп шу ете қалды. Үсті басын қайыспен шандып тастаған екі атты әкеліп, екі адам ұстап тұра қалды. Еңгезердей неміс сыбанған күйі келіп, аттардың құйрығына тақап, шығыршық өткізген жалпақ қайысқа екі білегін іліп, артқы аяқтарына аяғын тақай талтая тұрды. Қоңырау шылдырлап, қамшы шарт ете қалды. Екі атта екі жаққа сүйрей тартты. Фон Кениктің қапсыра ілінген қолы екі аттың қимылдауға мұршасын келтірмеді. Көрушілер шуылдап, қолдарын соққанда циркті жаңғырықтырып жіберді. Мынаны көрдің бе дегендей, әдемі костюм киіп, көзін жымита қарап отырған орысты аузына жуан трубка тістеген ұзын бойлы неміс бүйірден түртіп қалды. Ол түрткен қолды шап беріп ұстай алды да, қышқаштай қысып беріп, мойнын бұрып бетіне қарады. Немістің аузындағы трубкасы жерге түсіп, іш ауырған кісідей бет ауыз тыржиып, орнынан ұшып түрегелді. Орыс оның қолын аздап босатып, бүйіріме неге түртесің, деді, орнынан қозғалмай. Ананы қара дегенім ғой, деді неміс міңгірлеп. Онда не бар? Орыстарда осындай күшті палуан бар ма? Бізде ме? Асау арыстанның аузын айырып, жабайы пілдің құйрығынан ұстап тоқтататындар толып жатыр. Үйені қолтықтап, өгізді өңгіретіндер бар. Аттың қозғалатын аяғын тіреп тұрып, басын тұқыртып, қайыспен тартып қозғалтпаған күштілік бөкен. Ал сеніңше қалай? Құйрығынан ұстап тоқтату керек. Екеуінің тілін әзер аударып жеткізіп отырған біреу, құйрығын деген орыс сөзін
түсіндіре алмай әбден дал болды. Мұқан түсіндіру үшін немістің шалбарының артын бұрап көрсеткелі, қолын сала бергенде ол қарғып түсіп, қасында отырған әйелдің аяғын басып кетті. Әйел елді даурық тұрып шу көтерді. Төтенше полицей келіп дауды сұрастырды. Түсінегелі атты құйрығынан ұстап тоқтату керек деген оған да таң көрініп, цирктің басқарушысын шақырды. Оған да таң көрініп, ондай адам қайда деді. Россияда. Кім деген адам? Ондай толып жатыр. Сен тоқтата аласың ба? Мен де тоқтатам. Екі атты ма, бір атты ма? Екі атты тоқтатам. Ал ортаға шық. Мұқан сөзге келмей-ақ костюмін шешіп ортаға шықты. Ораға кеткен аттарды қайта алып келді. Отырған көрермендер өзара сөйлесіп таңырқасуда. Ал құйрығынан ұстап тоқтата қой. Айыстарын алып тастаңдар. Тұра берсін. Жоқ, тұрмасын. Сендер шығыршығынан ұстадың деп мойындамайсыңдар. Аттың басында адамға ұстатпай бос қоя беріңдер. Рушланд, қолыңды жұлып әкетеді. Онда жұмысың болмасын. Бірақ аттың құйрығы жолынып бір жері майып болса, менен құнын дауламайтын боласың. Сондықтан қолыңнан тілхат бер. Қолың жұлынып кетсе, біз де жауап демеспіз. Әбден болады. Цирктің басқарушысы қойын дәптерінің екі тарақ қағазына екі тілхат жазып, бірін Мұқанның қолына ұстатып, екіншісіне қол қойдырып өзі алды. Оған шейін даурығып отырған жұрт бірінен бір сұрап, егестің не туралы болып жатқан орыстың оқушы палуанның қойған шартына қайран қалысты. Үстіндегі қайыстары ағытылып, айқасып тұрған екі аттың құйрығын білегіне орап тұра қалды. Қоңырау сылдырағанда шыбыртқы шарт ете қалды. Еркін тұрған аттар жұла жөнелгенде еңкейе беріп тартып қалды. Екі аттың басы да секең ете түскенде әйелдер «Рушланд капут» десіп көздерін жұмды. Шолақ құйрықты білегін орай екі құйымшақты түптете ұстаған қол сілкіп жібергенде, шоңқайған төбеттей аттардың бөксесі түйсе шоңқиып отырып қалды. Міне, ат осылай тоқтату керек. Бұл ат қана. Пілді құйрығынан ұстап бүк түсіретін орыстар Россияда толып жатыр деді. Соған жерінің қылшығы қолына жабысып шыққан Мұқан шоңқиған аттарды орнынан тұрғызып жатып. Ойламаған күшті көзімен көрген немістер орындарынан ұшып тұрып, сілейіп қатты да қалды. Мынаны мойныңа салып, еді аласың ба деді бір неміс. Отырған орнына кетіп бара жатқан орысқа екі кезден кесілген сом темірді көрсетіп. Бұл баланың ойыншығы. Мен ол үшін мойнымды кірлетпеймін деп, бірін қолына ұстады да шыбықтай иіп доңғалатып тастай салды. Оның не? Тиісті ойынға дайындалған темірді неге бүлдірдің деді цирк басқарушысы қынжыла кеп сөйлеп. Мынауың иіп көр деді ғой. Оны қолымен имейді, мойнына салып ет деп бастық өз желкесін қолымен көрсетті. Мұқан темірлер тұрған тақтайының қасына барып, бірін қолына ұстады да, бұл баланың ойыншығы, бұл үшін күш жұмсаудың керегі жоқ деді. Біздің палуандар мойнына мынадай құрыштарыңды галстук қылып орайт деп, бірін мойнына салып, екі бұрап галстук қылып орап тастады. Таңданған цирк басқарушысы басын шайқап, отырған көпшілікке қарап, әлденен айтып, Мұқанды қолынан ұстап тұрып, айнала отырған елге көрсетті. Ойын тарқап, келесі күні палуандар Россияға қайтты. Бірақ не болса соны дәріптеп жазатын неміс газеттері бұл туралы еш нәрсе жазбады. Жазбаса да көздерімен көрген көпшілік ертегідей аңыз етіп айтып елге тарата берді. Орыстың күштілігі бізден артық. Біздің палуандарымыз күштенді, әдісті көп қолданады деген біреулерді полицейлер аяси айыпкер есебінде қамап тастады десті жұрт. Петербургке қайтып келген соң мектеп кеңесінің мәжілісі болып, мектеп бітірген палуандарды өнердің әр түріне қарай бөлді. Шетелдің циркіне жіберуге 4 кісінің атын атады. Атақты Дубный, Сібірдің Дмитрий Мартынова, Сахалиннің Иван Корені, ең кішісі Мұқан еді. Сөз алған Петербург циркінің қожасы: осыған Россияның іші де жарайды ғой, соны шетке шығарып айтеміз деді. Кеңеске араласып отырған Дубный: егер Мұқан шықпаса, шетелге мен де бармаймын. Оның шықпайтын себебін түсіндіріңіздер деді. Шетке шыққан Россияның әрбір азаматы отанның арын көздің қарашығындай сақтау керек. Ең арысы жатпен күрескен 7 жасар баламыз болса да жеңіп шығу керек. Сондықтан шетке шығаратын палуан сенімді болуы өте қажет. Ұлы орыс халқының намысына кір келтірмейтін, шексіз берілген саналы адам болуы керек. Оның күші көп болса да сауаты жоқ. Сауатсыз күшті адам
Қауын беріп үйреткен піл сияқты, ондайларды қауын қарбыз беріп әркім ертіп әкетуі мүмкін. Шынын айтқанда ол орыс емес, оның діні мұсылман. Мұсылмандар тез азғыш келеді. Сендерді Европаның біраз мемлекетін аралатып алған соң Париж, Стамбул, Индия, Кабулға шығарамыз. Сонда әлдегімнің алдауына ілініп, абырой алатын жерде жығылып жүрсе, мен мұсылман едім десе қайтесің деп Дубныйға қарады. Бастықтың сөзін тығырданы қайнай отырып тыңдаған Дубный орнынан атып тұрып: бұл ондай адам емес. Сенің мұсылман кәпіріңмен ұлтқа бөлінуде жұмысы жоқ. Ол қазірде орыс тілін үйренді. Пікірін толық түсіндіре алатын болды. Біз Германияға барғанда оның ұлтын сұрағандарға қазақ десек ол: мен Россияға барған соң қазақ болам, әзірге ұлтымда атымда орыс. Әжем ұлт үшін тумайды, жұрт үшін туады. Үйде ауылдың намысын, түзде елдің намысын ойла дейтін. Атшалығымыз орыс елі болған соң, немістердің мені де орыс дегені дұрыс. Мен оларға орыстың күшін көрсетем дейтін. Оның айтатын мынандай ертегісі бар. Баласымен екеуі ал өгізбен ағаш таситын бір отыншы бар еді. Ал өгізі екі өгіздің жүгін бір өзі тартатын күшті болды. Баласы ал өгіздің тартқан ағашына таңғалып: әке, осы Құдайды күшті дейді жұрт. Ол Құдайдың күші біздің ал өгіздің күшінен қалай депті. Оған әкесі ренжіп: әлде адал Құдай, әлде арам Құдай, көрмеген Құдайды ал өгізге темеңемеші депті. Біздің қазақ Құдайды көзімен көрмесе сенбейді дейді. Осындай адамды мұсылман деп шектенуге бола ма? Біз кейбір сатылып жығылатын палуандар туралы әңгіме қылғанымызда, ол арын асқа сатқан айвандағы ондайды адам деп бола ма? Бір адамға күшін сатқан кісі бір күн көреді. Көп үшін қызметке еткен кісі өмірі аш-жалаңаш бола ма? Елдің намысын қорғап, ел үшін адал еңбек істесең, олар аста, атта, киімде, ақшада болады. Мен Қызылжардағы адамдарды өлгенімше ұмытпаймын. Олар мені көріп қуанып көзінен жас аққан. Еділдегі Добрый Рабыйды, Қазан қаласындағы шерасын бөліп беріп мені оқуға жіберген жұмысшыларды, оған ағамдай мейірімді ақылшын болған дәді Иванды өмірімді ұмытпаймын. Олар маған халық үшін күшіңді жұмсап, абыройын сақта деген болатын. Мен сатылып жығылғанша өлгенімді артық көремін дейді. Осындай адамға шүбәлануға бола ма? Ол сондайлық намыс қой. Бір кісіден бір кісі жығылған өлім емес пе? Алғашқы күрес үйрен алмай жүргенде сенен әрдайым жығылып жүрдім. Оны намыс қылып өлгім де келді. Кейде ашуым келіп сені паршалап тастағым да келуші еді. Бірақ ойлана келсем, менің жығылғаным сенің достығыңнан қымбат емес. Тек үйренуім керек екен, үйрендім. Енді Россия палуандарын жығам деп келгендердің әкесін танытам. Ерден деген мақтаншақ шетелдің тәкаппар палуандары қолыма бір тиетін болса, бүйірін төсекке тигізбейтіндей етіп сыйлаймын дейді. Осындай адамды ұлт орыс емес деуге бола ма? Бұл отанға ұят келтірмейді. Егер ол бармайтын болса, мен тізімнен шығарып тастаңдар. Мен де шетелге бармаймын. Палуан болмасам, жұмысшы болып та күн көруге болады деді қатты ренжіген кейіппен өрен палуан Дубный. Серіктің қожасы Жарықтың басқасының Мұханға келтіретін шегі жоқ еді. Дубный жақтаған соң бастықты үндемей қалды. Мектептің ұсынысы бекіді. Қажы Мұханмын, қазақта күшім асқан, палуандықтан айтайын біраз дастан. Орыс палуан атанып 12 жыл, 24 патшалықтың жерін басқам. Парижде. Эстония, Латвия, Австро-Венгрия, Польша, Швейцарияны аралап, талай күресті көрген Мұхан әбден шынығып, жауырыны жерге тимеген атақты палуан болды. Талай палуанның атағын естіп, кездесуге құмартқан болса, талай палуандарымен күресіп те кездесіп те жүрді. Туған даласын сағынған жігіт: болып өстім несібем менің түзден, кім бар екен елінен күдер үзген. Есіме туған елім түскен уақытта, жас домалап төді екі көзден деп өлең айтатын болды. Денесі толысып, жасы 30-дан асты. Енді елге қайтпаса болмас деп жүргенде Дубный Ригадан бір топ палуандармен келді. Оны көргенде, туысқан көргендей қуанатын Мұханның әдеті еді. Екеуі сайрандап әңгімелерін айтысты. Мұхан: енді ұзамай Парижге жүреміз. Онда жер жүзінің атақты палуан түгел қатысатын болыпты. Біз күресіп көрмеген
Францияның Таушины, Италияның Струменті, Австралияның Розбакиі, Германияның фон Кенигі, Ганс Кавана, Англияның Лон Пулы, Түріктің Қара Мұстафасы, Қажығалиы, Индияның Прохфы, Японияның Таргекки келмекші екен. Сілтеме. Бұл адамдардың аттары Қажымұханның өз айтуы бойынша жазылды. Олармен күресіп, дүниежүзілік палуандар алдында күшіміздің мөлшерін көреміз деді. Кездесе алмай жүрген палуандардың атын естіп Мұқан қатты қуанды. Сағынған елді де ұмытып, жүретін күнді асыға күтті. Ертеден кешке дейін аңсаған, күні-түні ойлаған зат көдегірмей қоймайды ғой. Күреске ынтыққан Мұқанның түсіне көретінді сол күрес. Тіпті адамнан бөлек біреулермен жұлқысып, аю арыстандармен алысып жүрген түні бойы. Кейде айғайлап, төсегінен ұшып тұратында әдеттері болды. Ояна келсе, еш нәрсе жоқ. Жандағы жолдастары, саған не болды десе, түс көрдім. Не түс? Қар аюмен алысып, бас терісін сыпырып тастадым. Онда ертең шошқаның етін жейсің, жата ғой деп күлсетін. Жоқ, әлгі Парижға қашан жүреміз осы? Франция өкіметі ағылшынның палуандарына рұқсат бермей кешіктіріп жатқан көрінеді. Онда ағылшындардан қорыққаны ма? Француздар қорықса, біз-ақ күресеміз ғой. Олар палуаннан қорықпайды, досым. Жансызынан қорқады. Ағылшындар бір жаққа қайыршы жіберсе де қасына шпион қосып жіберетін әдеті бар ғой. Сонысынан қорыққан болар. Сонда шпион палуанмын деп келемі? Палуанмын деп те келеді, палуандарды басқарушымын деп те келеді. Тіпті сол палуандарының біріне қызметші болып та жүре береді. Сен барған соң шпионды сезсең, маған айтып қой. Мен бір ыңғайын тауып, еліне сүйегін қайтаратындай қылайын. Қайтып палуан арасында жансы жүрмейтін болсын. Орыс палуандарына күмәндануы болмаса да, ағылшын түріктермен келісіп алғаннан соң барып, бұларға да рұқсат етілді. Дубный, Мұқан, Мартынов, Иван Корин төртеуі дүниежүзілік күреске көк болып алғашқы рет Парижге жүріп кетті. Туған елден келген палуандарды тосып алған Россия елшілігінің кісілері қонақтарды алдын ала лайықтаған орындарына орналастырып, тиісті құрметін істеп дем алғызды. Баскелдің палуандарын өз өкілдіктері дәріптеп, суретке басып, бойының ұзындығын, жауырынның кеңдігін көрсетіп, салмағын айтып, жарнамалар таратып үлгерген еді. Сол кездегі Франциядағы Россия өкілдігінің мәдени байланысын басқарып отырған Степан Николаевич отан намысын барлық өмірден жоғары ұстайтын кісі еді. Екі сөзінің бірінде Россияның таласқан иті де жеңіп шыққанын тәуір көрем дейтін. Сонымен қатар мәдениетті ұқыпты адам еді. Россия палуандары қатынасатын жарыс хабарын алғаннан жарғұлағы жастыққа тимей, шетелден келген палуандарды қалайда бір қылтаумен барып көріп, киген киімдерін күтімін бақылап, суретін басқан жарнамаларын алдырып отырды. Палуандар келетін күні олардың жататын жатақханасына жарнамаларды жағалай жапсырып тастап еді. Палуандардың көзі еріксіз соларға түсті. Олардың ішінде аса әшекейленіп істелгендері немістікі болатын. Онда үлкен етіп екі басты самұрықтың суретін салып, екі жақтауын емен ағаштың жапырағымен көмкөріп, үш палуанның суретін бірге салыпты. Ортадағы суретті елге өте үлкен етіп көрсетіп, астына Анс, бой 4 кез, иығы 1,5, салмағы 11 пұт деп жазыпты. Екі жағындағысының бірін фон Кеник дегенде, екіншісін Ганс Каван деп жазыпты. Бұл үшеуінің ортасына жер шарының суретін салып, бейне бір футбол ойнап жатқан тәрізді етіп келтіріпті. Я, біраз салмағы бар екен, деді Иван Корин баяулау дауыспен. Ол не, деді чемоданның бір затын қарап әуреленіп жатқан Мұқан. Мына бір немістің палуанына айтамын. Неше пұт екен? 11 пұт. 18 пұт темір иығында шелек көтеретін инағаш болып жүр емес пе? Оның 11 пұтына соншалық неге таңырқанасың? Темір де бұл әрекет жасайтын адам емес пе? Адам болғанда 11 пұт түгелімен күштің салмағы емес қой. Оның ішінде кебісі, дешкен асы да бар ғой. Обырап тұрған денесі шындап сығылса қу сүйегі қалмай ма деп барбиған бармағымен чемоданын жапты Мұқан. Сенің де күшіңді көрерміз, черный, деп күлді Иван. Көрініп келетін түйедей үлкенді көтеріп соғуға жақсы.
Жердің жарығынан шығатын тышқандай палуанның кішкенесі жаман. Мен үлкенге аңырқамаймын да, одан қорықпаймын да. Не айтпақшы, сені тышқаннан қорқат деген рас па? Әне төсегіңнің астында тышқан жүр. Ей, айтты ондай жаман сөз деп, елең еткен Мұқан еңкейіп, темір төсектің астына бір қарап қойып, мен онан қорықпаймын. Құрғырдың шиқылдағаннан қорқам. Тегі соның дыбысын естігім келмейді деп тұрды да, қабырғадағы суреттерді қарады. Олардың арасындағы биік жарнамаға көзін сығырайта қарап, мынау бастарына қызыл сәукеле киген орақ мұрындар кім? Көйлектері қалай ұзын, қай елдікі, жазуын оқып берші Иван деп көрінге қарай бұрылды. Олар сенің туысқандарың, мұсылмандар. Қайдағы пұсырман? Мұндай ұзын көйлек, басына сәукеле киген пұсырман бола ма? Болады, бұларды түріктер деп атайды. Мұның Қажығали қайсы екен? Ортада тұрғаны. Мына екі жағындағысы Қара Мұстафа, Мырза Ахмет деген палуандары. Астындағы арапша жазуын оқымайсың ба? Мына толып жатқан Шимайдың қайсы арапша деді бір жазуды сұқ қолбен нұсқап. Арапша жазу сол. Арапша дегенің құмға басқан құмырсқаның ізіндей қиқы-жиқы бірдеме екен ғой. Мұны мен түріктің палуанның кім екенін айыруды маған Құдай бұйыртпады. Бұйыртпаса бұйыртпасын, шиырмен басымды қатырмай-ақ өздері келіп қолыма тиер. Мүмкін оны сен көрмессің. Сенімен күреспесті. Қалай көрмеймін? Олар күреспесе, Парижге шошқа тағалаға келемі? Олардың пайдалы жерінде діншілдігі күшті. Егер сен өктем шыға бастасаң, олар мұсылманбыз деп күреспей қояды. Бел ұстасқан күш әкесін танымайды дейді әжем. Әкесін танымайтын күрес. Тұрманды бұл Мұқанның өз тілі. Не қылсын? Мен жығылып Құдайдан иман сұрамаймын, деді қабағын түйіп. Палуандар моншаға түсіп, киімін ауыстырған соң, олардың ұлғаларын көруге Степан Николаевич келді. Ол өз елінің азаматтарын бауырмалдықпен қарсы алды, ел тұрмысын, өз бастарының хал жайларын, жолай көрген қиыншылықтарын сұрады. Әңгімелесе отырып, мына күресетін палуандарының аты жөні тұлғасымен таныстыңдар ма деп жарнамаларға қарай мойын бұрды. Көріп жатырмыз. Түрін көріп толқыған жүрек жоқ па? Сурет көріп шошитын кісінің күрестенесі бар. Біздің Миша, Мұқанды жолдастары солай атайтын. Олардың салмағының жартысы кәртөппен су. Онысын сығып таста, сүйегі жеңіл болады дейді. Кескенген кісі соны айтама мырза. Ол қайсы деп қатар отырған палуандардың бетіне қарады. Мынау деп Дубный қасында отырған Мұқанға бетін бұрды. Степан Николаевич мейірімді шыраймен қадала қарады. Бұл қай ұлттан? Киргиз. Біз Киргиз деп Орал өзенімен Қытайға жеткенше енді даланы алып жатқан елді айтамыз. Оның өзі ұлтқа көңіл бөлмегендіктен айтылған сөз. Болмаса онда қазақ, қырғыз, қарақалпақ, өзбек деген ұлттар бар. Осылардың қайсынан қазақ, қай жердегі Есіл бойындағы Сарытерек болысынан. Енді түсінікті. Нағыз қазақтың өзі екенсің. Ол орта жүздің жері ғой. Мен бір кезде Ақмола болысында Торғайда болғаным бар. Қазақ шыншыл, ақпейіл, меймандос ел. Ешкімнен жасқанбай, жаңаны жақтағыш ел. Оның Шоқан, Орай сияқты орыс қылымын сүйген кісілері болған. Білдім енді. Мұқанға жақындап, мектептен үйреніп шыққан өнерлерін сұрай бастады. Ол әңгімесінің аяғында күле сөйлеп. Мына палуандардай жарнама жасап, суреттеріңді көрсетіп, мақтанамыз ба деді. Үндемей қалған палуандарды бір шол Дубный. Соның керек қанша. Біз суретімізді көрсетіп мақтанбай-ақ, құдіретімізді көрсетсек болмай ма? Өзін өзі мақтаған өлімнің азақ алдында деп. Мақтаншылық еліміздің салт емес. Ал басқаларың не айтасың? Сен айтшы қазақ, Мұқан мұң айтпасып. Дубный дұрыс айтады. Жарнама жазып, көрсеткен аюды алып ұрып шыға берсек, жарнаманы көрген елдің өз жазбай ма? Мен де соны ойлап едім. Түстеріңді көрсетпей-ақ, күштеріңді көрсете бер. Бірақ көп ұлтты Россияны бір костюмге тықпай, Кавказ, Украин, Сібірліктер ұлттық киімдеріңмен көрініңдер. Тек намыстарың бір болса болады, деді Степан. Сөйтіп, әр ұлттың сырт киімін дайындатты. Мұқанға қазақтың түйе жүнді шекпені табылмады. Сондықтан басына ақ түбіт қалпақ, үстіне бұқардың жібек шапанын кигізді. Дүние жүзінің палуаны жиналған Париждің циркіне Мұқан ала шапанмен кірді. Палуандардың халықаралық күресін басқаратын
Аралас комиссия алғашқы 2 жетін сол палуандардың қара күшін көрсетіп, көпшілікке таныстыруды ұйғарды. Капитализмнің тұңғиығына бойлай кіріп паңданған Европа мемлекеттерінің дипломаттары феодализмнің жетегінде жүрген Россияға ұсақ түйек мін тағып күлгісі келетін еді. Палуандардың жарнамасын жапсырып суретін көрсете алмай отырғанын бейшаралық деп түсінді олар. Келгендердің қонақ үй болып отырған мемлекет Франция болса, ол алдыңғы көрініске Россияны ұсынды. Россия жағынан комиссияның мүшесі болып кірген Степан Николаевич бұл ұсынысты ашықтан ашық қабылдамады. Біз қоғам құрылысы мен мәдениетіміз жағынан Европаның бір елінен кенде қалғанымыз рас. Палуандарының бейнесін көрсету үшін кешегі ілінген жарнамалар Берлин, Лондон, Стамбул сияқты қалалардан басылып келген. Біз ондай жарнама әкелген жоқпыз. Оның үстіне Англия, Германия сияқты дүниеге белгілі елдерді аралаған атақты палуанымыз жоқ. Темірқанат бүркіттің балапанындай жаңа ғана түлеген жас палуандарымыз көпшіліктің алдына кейінірек шықса да болады. Олар дүниежүзілік күресте сапыра жығып, жүлде алғалы келген жоқ. Өскен елдердің өнерінен үлгі алғалы келіп отыр. Россия палуандары ең артынан көрінсе де болады, оған ренжімейміз деді.